Қай қоғамда болмасын рухани тәрбие мен имандылық оның тірегі, ал адамгершілік пен мейірім сол қоғамның ең басты байлығы. Бүгінгі таңда ел ішінде ізгілік пен парасатты насихаттап жүрген рухани тұлғалар аз емес. Солардың бірі көрерменге де, жамағатқа да жақын есім Нұрлан Иман Байжігітұлы. Ол тек мешіт мінберінен ғана емес, экран арқылы да халыққа рухани бағыт-бағдар беріп жүрген жан. Жеке блогы арқылы да халқының сан сауалына жауап беріп, Нұрлан Иман Байжігітұлы Жібек жолы телеарнасының жүрек сөзі бағдарламасында тізгіндеп келеді. Бағдарлама арқылы имам қоғамдағы өзекті мәселелерді адамгершілік тұрғыдан талдап, адамның ішкі тыныштығы мен рухани тепе-теңдігін табудың жолдарын көрсетеді. Жақында ғана Нұрлан имамның ел алдындағы көп жылдық еңбегі лайықты бағаланып, құрмет орденімен марапатталды. Ендеше ел ішінде татулықты, имандылықты, адамгершілікті дәріптеп, жастардың рухани көзқарасын қалыптастыруға белсенді атсалысып жүрген Нұрлан Байжігітұлы бүгін бізде қонақта. Нұрлан аға, студиямызға қош келдіңіз. Қош келдіңіз, Нұрлан аға. Ең алдымен марапатыңызбен құттықтаймыз. Құрмет ордені дегеніміз ол ел алдында сіздің еңбегіңіздің ақталуы, мойындалуы. Өзіңіздің сезімдеріңіз айтыңызшы, қалай қабылдадыңыз? Жақсы, қуанады ғой, енді қуаныш қой өмірде. Десе де мен Алла үшін, ел үшін, халқымыз үшін жасағаннан кейін енді аса көп күткен жоқ едім, бірақ десе де басқа да мемлекеттік наградаларым бар, бірақ десе де бұл өзінше орны бір ерекше болды. Енді бұл марапаттарыңыздың бір бөлшегі ғана болсын дейміз. Еңбегіңіз елене берсін, абыройыңыз асқақтасын. Енді онсыз да абыройлы азаматсыз ғой. Мына елордамыздағы мешіттердің бірінде имамдық қызметтесіз, әлеуметтік желіде белсендісіз, жеке блог жүргізесіз. Біздің арнамыздағы жүрек сөзі бағдарламасын тізгіндейсіз. Енді бұның барлығына қайтып уақыт табасыз. Сол қызық бізге. Уақыт табамын, тиімді пайдалануға тырысам. Өйткені ең қызығы бұның бәріне уақыт табуға болады. Барлығына заманауи уақытпен бірге үндескен де уақыт табуға. Тайм-менеджмент дейсіз ғой. Тап солай. Сондықтан уақыт бөліп, бәрін жоспарласа, орын табылады. Жаңа айтып жатырмыз ғой, біздің телеарнада жүрек сөзі бағдарламасын тізгіндейсіз. Осы бағдарламаға тоқтала кетейікші. 3 жылдың көлемі болып қалды. Бұл бағдарлама үзілмей келе жатқанына өте ризамыз. Жалпы халықтың ішіне жүргеннен кейін халықтың да ризалығы дән риза. Әсіресе Рамазан айында бұл басталды 1-3 жыл бұрын. Содан бері келе жатқан бір керемет халықтың көкейіндегі бағдарлама, тіпті тікелей студияға қоңырау шалып, халықтың толассыз қоңыраулары, кейін айтып жатқан ниеттері, тілектері, жазған жаңағы пікірлері, кейін өзімен кездескенде елдің ішінде әсіресе үлкен апалардың, аналардың кездескен кездегі айтып жатқаны, яғни адамды қазіргі тілмен мотивация дейміз ғой, серпінді оятатын бір жақсы бағдарлама. Тамаша, енді ғұмыршаң болсын. Аумин. Мына өзіңізге әдетте сұрақтар толассыз келіп жатады. Эфирде болсын, эфирден тыс, әлеуметтік желіде болсын. Жалпы адамдардың бір рухани тыныштығы жоғалған заман дейміз бе? Оған не түрткі болды, не себеп болды деп ойлайсыз? Көп ақпараттардың тым көптігі деп ойлаймын. Бір жағынан болады, болмайды, барлығын қысып, жан-жақты айтып, жай ғана қарапайымдықты болады, болмайды менен бітірмей, тереңдетіп, қайдағы бір кітаптарды ай келтіріп, мысалы, жалпы бұқара халық оны түсінбейді ғой, халыққа оның қажеті жоқ. Тек қана қысқа болады, болмайды деген керек. Енді сары жапырақ бар, одан кейін ол көктемде түседі, көгереді, күзде түседі, жазда көгереді деген, оның қаншалық керегі бар адамға. Маған тек қана жаңағы сыпырғышты тік қоюға бола ма, болмай ма, соны айтшы дейді, болды. Оның ар жағынан келгенде не пайда? Нұрлан аға, өзіңіз жастармен жиі кездесесіз. Қазіргі біздің жастарымыздың осы рухани бағытта дамуына қандай баға бересіз? Ізденісіне? Жалпы жастарды қолдауға лайық. Мемлекет басшысы да оны қолдап жатқан өте дұрыс. Жастардың қолында ақпараттық мүмкіншіліктер өте көп. Балалардың талпынысы, жастардың ұмтылысы ерекше. Тек қана біз соны дұрыс арнаға бұрып беру біздің ғана міндетіміз. Ненің бұрыс, ненің дұрыс екендігі, ненің қаншалықты қажеті бар, қаншалықты қажеті жоқ. Ұрпақты не бұзады, не нәрсе оның қорытындысы, не нәрсеге бар тірет, соның басын көрсетіп берсек, жастар таңдауын дұрыс жасайды. Жастардың бүгінгі таңда алдында мемлекеті бар,
ұлты бар, халқы бар, зиялы қауымы бар. Ең негізгі шоқтығы ата-ана құрметі бар. Ата-анасы бар. Сондықтан біздің өзіміздің ұлы тұғырымыз бар, ата-ана құрметі. Ата-ана құрметі деген адам ғана өсіп өнеді. Өйткені ол оның тамыры, ол оның негізі. Дүниеде болсын, мейлі дүниеден өткен ата-ана болсын, бәрібір олардың құрметі бізді алға жетектеген үлкен бір ұлы құндылықты дүниелер. Сондықтан жастарымыздың осы санаттағы мына теріс ағымдарға берілмей, нағыз ұлттың тек қана мынау тілмен емес, іспенен, маңдай термен адалдыққа, әділдікке үйрететін шақта тұрмыз. Қазір бейімдесек, Құдай қаласа, және мен өзім ойлаймын, бұл үзілмейтін бұл еңбек болу керек. Сол үзілмесе, онда жастарымыздың арнасы, бағыты өте жақсы. Жақсы, енді ата-ана деп қалдыңыз ғой, мына отбасы рухани тәрбиенің бастауы екені рас. Біздің студиямызға енді өзіңіз сияқты дін жанашырлары да келеді, заңгер де, кәсіпкер де, дәрігер де, бәрі де келеді. Және көп тақырыпта, мысалы денсаулық тақырыбы болсын, психология тақырыбы болсын, қозғаған кезде бәрінің айналып келіп тірелетін дүниесі қазір бала мен ата-ананың арасындағы алтын көпір. Ашар, сөйлеспейміз, қарапайым әңгіме дүкен дастархан басында бас қосу жоқ деген сияқты дүниелерді алға тартады. Енді ата-ана мен баланың арасындағы байланысты нығайту үшін не істеу керек? Отбасы институты жайында бір айтып өтсеңіз. Ол барлық маманның айтатын сөзі жаңағы сөйлесу керек дейді ғой. Сөйлесу керек дегенде жаңа пульт қайда, нәскиім қайда деген сөзді сөйлесу деп есептейді екен бәрі. Сөйлесуіміз ол. Сөйлесу деген сөз кәдімгі әке өзі көрсетіп бас болу. Мен оны жүрексіз бағдарламамда көп рет, бірнеше рет босқан арнайы бағдарламада уақытта арнадық, жарты сағаттап уақытта бөлдік. Білесіз бе, біз жаңа осы эфирдің алдында ғана айттым ғой, сол сөздің түбі жаны бар. Біз маманнан емес, бірінші мамамыздан сұрап үйренуіміз керек екен. Мамамыз, анамыз не айтады бізге? Анамыз, егер бүкіл әлемнің жер бетіндегі тетігі біреу болғанда, барлығымыз сол тесікті басатын едік. Әр адам жеке дара тұлға. Әр үйдің баласы әр тұлға. Тіпті бір бұтақтан, бір ата-анадан шыққан 4 баланың 4-еуі 4 дара дүниені қамтиды. Сондықтан соның барлығына тек қана мынаны істесеңдер ғана тура боласыңдар деп айта алмаймыз. Өйткені әр бала түсінігі, ойы, қабылдауы әрқилы болғандықтан соған біз жол жасап беруіміз керек. Ал енді әлбетте жаңағы айтқан психологиямыз ол адамның дүниесі, ал енді мен дін қызметінде болғандықтан Алланың дүниесі ол адамзатқа арналған дүние. Нұрлан аға, сізге әлеуметтік желіде жаңа әріптесім Еламан айтқандай түрлі сұрақтар келеді. Оның ішінде тұрмысқа шығуға, шаңырақ көтеруге қатысты сауалдар да аз емес. Қазір байқасақ, әлеуметтік жалғыздық тенденцияға айналып бара жатқан сияқты. Осы тұрғыда сіз қазіргі жастарға қандай кеңес бересіз? Жастар неке қиюға асықпайды деп алдында біз шақырып көтергенбіз. Жалғыз қалудың ең бірінші себебі ол менмендік қой. Мен осындаймын, маған осындай адам керек. Мен деген сөз бар жерде. Сол мен деген сөзді алып тастаса, болды. Яки болмаса маған. Мен маған алып тастау керек болды. Сонда өмір сүру де, тұрмыс құру да оңайырақ болады. Қараңызшы, біз маған 44-45-ке шыққан бір келіншек жазады. Мен өз теңімді таба алмай жүрмін. Қандай кеңес бересіз деп. Тек қана бір ауыз сөз айттым, ол оған жеткілікті болды. Таңдама дедім. Таңдай берме дедім, болды. Таңдаған таза жол. Ол жолғатын жерде жолық қойды, болды. Ол 45-те не жолған енді. Енді бұл жердегі әңгіме, енді таңдай бермеу керек та. Сондықтан анау ақсақ, мынау тоқсақ, мынаның мұрны мындай, аяғы мындай, дипломы бар, дипломы жоқ. Аналарымыз жүрек қалауыменен, ата-анасының таңдауымен барды. Жаман болған жоқ қой. Енді қазір біз балаларымызға таңдап бере алмаймыз. Бірақ мен айтпақ болғаным, кішкене мынау мен маған дегенді азайтсақ, саған қандай керек болса, сонда жаңағы меніңше өмірді сүру оңайырақ болады. Өте тамаша. Менің де бір ұстазым айтатын еді, диалог барысында 3 рет мен деп айтқан адаммен сөйлеспейді деп. Бір күні бір қызметке маған бір жігіт сұранып келді. Мен осы қызметке келейінші, сіздің осындай, қандай не істейсің? Мен ана депутат танимын, ана бастық нағашым, ана генерал бірнәсем, ана мен жақсымын, тыңдап тұрдым, болды ма дедім, болды деді. Құдаймен қалайсың өзі дедім, соны айтшы дедім. Ең бастысы деп. Бүгін бар, олар ертең жоқ. Сен Құдаймен қалайсың. Сондықтан
Құдаймен жақсы болған адамның ар жағы дұрыс болады ғой. Жақсы. Енді тағы бір мына діни бағытқа ойсайықшы, мына жұма кезінде, жұма намазы кезінде қалада кептеліс болады. Әсіресе мешіт аумағында. Өйткені кейбіреулер енді уақытымен ерте келетіндер ерте қамданады, кейбіреулер асығып жұмыстан сұранып түскі пайдаланып зытып келеді дегендей. Сол кезде көлікті де жолдың шетіне қоя салады, қалай болса солай, ол өзгелерге кедергі келтіреді, қиындық тудырады. Сондай азаматтарға не айтасыз жалпы? Біз оны көп айтып жүрміз. Бірақ кептеліс тек қана жұмаға қарап қалған жоқ, осыны түсіну керек. Оны жұмаға байламау керек. Біз дін қызметінде болғандықтан да жалпы мұсылман адамдардың барлығының ең мұсылмандық деген не? Ол тәртіп. Ол тәртіпке бойұсыну, сол тәртіппен жүру, тәртіпті бұзбау. Өзі Құдайдың намазы да не ол? Ол тәртіп. Сол Құдайдың заңын бұзбау. Сонымен өмір сүру. Сондықтан мешітке келгендердің бәрін айтамыз, ерте келіңіз, көлігіңізді дұрыстап қойыңыз, жан-жағыңызға қараңыз, кедергі жоқ па? Кетер кезде қоқысыңызды алып кетіңіз. Міне әдеп деген осы. Біз 30 жыл бойы жаңағы намаз оқып басыңды ұра берсең әулие боласың деп үйреткен болармыз. Бірақ сөйтсек әулиелік ол жерде емес екен. Әулиелік өзі жан-жаққа қарауда екен ғой өзі. Жан-жаққа қарап барып, мен қиянат жасап жатқан жоқпын ба, біреуге кедергі берген жоқпын ба деп ойланса дұрыс болады. Ал енді біз оны айтып жатырмыз. Мешіттердің барлық дерлік республика көлеміндегі мешіттердің алдында полиция департаменті қызметкерлері кезекшілікте тұрады, тәртіпті сақтайды. Мен өзім ойлаймын, біз егер сол Құдайдың заңымен жүретін болсақ, бізге полиция керек болмай қалатын еді. Демек, мешіттің алдында полиция тұрды ма, демек бұл жерде тәртіп жоқ деген сөз әлі. Сол тәртіпті ұстау үшін полиция тұр. Демек, бұл мешіттегілердің алдында әлі тәртіп орнамаған деген сөз. Сондықтан сол полицияға жұмыс қалмай қалу керек. Кезінде Омар бин Абдул-Азиз деген патша өткен тарихта. 4 халифтың 5-шісі деп айтылады. Сол кісінің уақытысында ел садақа беретін адам таппаған екен ғой. Сонша тәртіпке бойынсыз бай бақуаттыққа нағыз қой үстінде бостар қалайтын заман болған. Тура сол сияқты біз соған келуіміз керек. Негізі ол біздің жолымыз, ата-бабамыздың жолы. Бір-біріне деген сенім, бір-біріне деген құрмет, біреуге қиянат жасамау. Мен тағы айтам, мынау діні жоқ, сенбейтін, атеист, кім болса болсын, біз соларға құрметпен қарауымыз керек. Өзгелердің, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дегендей, өзгелерге құрметпен қарасақ, өзіміздікілер, мынау бұлай болғанда деп, біз сөз жеткізбей қамшы салдырмауымыз керек. Мұсылман деген сондай болу керек. Ауыздан шықпай тұрып, бала туралы айтқаным бар менің. Сол жерде балалар неше түрлі болады дегенде, ең жақсы бала ата-ананың аузынан сөзді шығармай орындап қояды. Бірден оғынатын бала дейсің ғой, иә? Керемет. Нұрлан аға, енді отбасын айтып жатырмыз, ата-ана тақырыбын айтып жатырмыз, дінді де қозғадық, бірақ адамды көбіне қоғам тәрбиелейді. Ал дәл қазіргі уақытта біздің қоғамда қай мәселелерге ерекше назар аудару керек деп ойлайсыз? Сіз қанша бастық болсаңыз да, балаларды қоғамда емес, үйде ана тәрбиелейді. Өйткені ана отырғасында. Одан қалса жора жолдас тәрбиелейді. Осы екеуі балаларына дұрыс жолдас тауып беру, қандай анадан дүниеге келеді екен деп, оны қамтамасыз ету, бұл әкенің міндеті шығар. Тезектерген ана көбінесе бізді тәрбиеледі ғой, аналарымыз. Аталарымыз атпен сыртта жүрсе, үйде ана тәрбиеледі. Енді ең құтты дүние қазаққа бір ұлы дүние болған ғой бізде. Сол ұят болады, обал болады, жаңағы жаман болатпен бірге ең жоғарыға тұрған нәрсе бұл бүгінгі таңда ұят, ар, намыс. Намыс дегенде біреуден ұялу бар, өзінен өзі ұялу бар, Құдайдан ұялу бар. Соның ішіндегі ең жоғарғысы Құдайдан ұялу болатын болсақ, тіпті өз-өзінен арының алдында ұялудың өзі де бір үлкен дүние да. Сондықтан балаларға ұятты, арды, кішкентай балаға арды ұятудың жақсы жолы ақ киім кигізбейді. Ақ шұлық, ақ шалбар. Неге? Өйткені ақта дақ тез көрінеді. Сонда бала өз-өзін тәрбиелеуге болады. Кейбір адамдар қара киіп алады, қысы жазы қара киеді, осы бір жаңылмасам қараша айында бір шұлық киеді да, соны мамырда шешеді өзі. Соға дейін бір шұлықпен жүретіндер бар. Кір байқалмайды. Кір байқалмайды да. Ол бір жағы экономия шығар, енді жаңағы үнемдеушілік қайта-қайта жуа бермейді. Бірақ десе де, сонда дүние ғой, сондықтан біздегі мынау тазалық, ар, ұят, одан кейін Құдай көріп тұр. Өзі атамыз қазақ, жаңа айттым ғой, Құдайдан жасырмағанды адамнан жасырма деп үйретті.
бір заман келеді, ата-анамыз ешқайсымыздың қасымызда болмайды. Сол кезде бізді кім ұстайды? Болды, кетер адам кетті, енді өз білгеніміз істей берейік демеу керек. Яғни өзіңде бол керек. Табиғатында болса, ар жағы дұрыс болады. Тамаша. Нұрлан, көп рахмет. Сізді енді таңды таңға жалғап тыңдай бергіміз ақ келеді. Бірақ білесіз ғой, енді уақыт тапшы дегендей, осы қысқа уақытта біраз тағылымды дүние айттыңыз. Сондықтан еңбегіңіз елене берсін. Тағы да орденіңіз құтты болсын. Сізге алғыс. Менің орденім халқым, менің халқымның ниеті. Рахмет. Тамаша. Рахмет.